Сәлем, бүгін ерекше бір әннің оқиғасы. Оқиғаның өзі ерекше, ән жаймай. 1991 жылы Галла Рицато деген қыз Миланнан Нью-Йоркке көшеді. Сенегалдық бір бишімен танысып, ғашық болып қалады соған. Алғашқы махаббаты. Биге қатысады, көптеген бишілермен танысады. Ол бишілердің ешқайсының ақшасы жоқ, бірақ әрқайсысы рухани дамығанда сондай бір рухани байлықты іздеген. Содан тағы бір 5 жылдай сол Нью-Йоркте өмір сүреді. Сосын байқағаны бір кедейлер өліп жатады, оның үстінен байлар аттап кетіп өтіп жатады. Жаңа адам көп қой Нью-Йоркта. Екі түрлі әлем қатарласып келе жатқанын байқайды да, содан бір ән жазады. Оның тексті менің жігітімнің ақшасы жоқ, бірақ ол рухани өте бай. Буддизммен де кішкене қиылысатыны бар деген сияқты. Сондай рухани бір ән, негізі идеям жаңағы билейтін ырғақты ән жазылады. Содан үлкен хит болады 96 жылы. Ертеме кешпе хит өшеді. Сөйтіп хит өшеді, Галланың тағы бір-екі әні болады. Оның мансабы сол хитіндей сөне бастайды. Бірақ 20 жылдан кейін Уиган Атлетик деген футбол командасы бар. Сондағы Уилл Грик деген ойыншы мықты ойнап кетеді. Бар ғой андай ойыншы емес, ойыншы негізі, бірақ бір период болады күшті ойнайтын. Сөйтіп бір фанат Уилл Грикке арнап фанаттық әндер жасайды. Солардың бірі мынандай болады. Will Griggs on fire, your defense is terrified. Бұл интернетке тарайды, интернеттен барларға тарайды. Уилл Грик ойнайтын Солтүстік Ирландия евроға түседі. Сөйтіп евроға Уилл Грик барады. 1 минут ойнамайды, өзінің құрамасында жай ғана қосалқы құрамда отырады. Бірақ барлығы стадиондардың бұл әнді айқайлап тұрып айтады. Бір интервьюда Галланың айтқаны бар. Негізі Уилл Грик аутсайдер, мен де аутсайдермін. Аутсайдерлердің де ататын уақыты болады деген сияқты. Бойыңызда өнеріңіз болса, оны әлемге паш еткізіңіздер. Күндеріңіз сәтті өтсін.